Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен суши таяқшасының көмегімен қалай хворост розочка жасауды көрсететін боламын. Міне бізде осындай әдемі хворосттар шықты. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Бізге ең алдымен керегі жұмыртқаның 2 сарысы және де бүтін 2 жұмыртқа. Оның үстіне шым тұз сеуіп, 40 грамм құмшекер қосып, жақсылап араластырамыз. Шекер ерігеннен кейін үстіне ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін пленкаға орап, июі қанғанға дейін бір 20-30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз толықтай дайын болғаннан кейін оны 2-ге бөліп, 2 зуала жасайтын боламыз. Енді қамырды жаямыз. Міндетті түрде қамырымыз өте жұқа болу керек. Себебі қамырды қызып тұрған майға салған кезде қатты ісініп кетеді, қытырлық болмай, жұмсақ қамыр болып қалады. Міне қамырымызды осындай жұқалықта жаямыз, және де астынан сурет көрінетіндей болу керек. Жайып болғаннан кейін қамырымызды кесеміз. Мен де мұндай ирелік кескішпен кестім. Сіздер жай ғана пышақпен кессеңіздер де болады. Бірақтан былай ирелік кескішпен өте әдемі көрінетін болады. Қамырды кескенде тағы бір ескеретін нәрсе, ені 3 сантиметрден артық болмағаны дұрыс. Өйткені жаңа айтқанымдай майға түскен кезде жайылып кетеді. Барлығын кесіп болғаннан кейін енді суши таяқшамызды алып, осылай дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. Енді қызып тұрған майға өте баяу отта қамырымызды салып, дәл видеодағыдай етіп пісіріп аламыз. Бірден бұлай шықпауы да мүмкін. Бірінші біраз қолыңыз үйренгенше жайылып кетуі мүмкін, бірақтан міндетті түрде үйреніп кетесіз. Міне бізде осындай әдемі розочка хворосты шықты. Ақ болып тұрса, уайымдамаңыз, ол да піскен. Егер өз қалауыңызша қызартып пісірсеңіз де болады. Міне барлық розочкаларды пісіріп болдым. Сіздерді жасап көріңіздер, дәмі өте керемет шығады. Және де егер осы рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.